Сәлем достар, бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Zenodale арнасы және бүгінгі контент сіздермен бірге дәл осы лампаны жасайтын боламыз. Бүгінгі видеомызда біз сіздермен не үйренеміз? Дәл осы лампаның моделін жасау және шейдер ноттармен дәл осындай лампалардың түсін қою. Олай болса біз видеомызды бастаймыз. Каналға тіркелуді ұмытпайық достар. Алдымен достар, бізде дәл осындай 3 модель тұрады. Бұл 3 модельдің бізге керегі жоқ. Сол үшін бұларды өшіріп тастаймыз. Енді достар, бізде оң жаққа қарайтын болсаңыздар X және Y бағыттар тұрады. Кез келген бағытты басып таңдап алсаңыздар болады. Мен X бағытын басып таңдап алдым. Енді достар, бізге бұл жерге лампаны жасамас үшін бірінші біз лампаның текстурасын алып қоюымыз керекпіз. Ол үшін біз не істейміз? Shift A батырмасын басамыз және бізде қосу бөлімі ашылады. Қосу бөліміне қарайтын болсақ, бізде Image деген бағыт тұрады. Дәл осы жерде Reference деген бағытты басамыз. Енді достар, бізде өзіміздің файлымызды таңдаймыз, өзіміздің тартып алған текстурамызды таңдаймыз. Мен өзімнің тартып алған текстурам осы жерде тұр. Егер сіздерде текстура таба алмай жатсаңыздар, мен осы видеода дәл осы суреттің сілтемесін тастап кететін боламын. Дәл осы суреттегі текстураны қойып жасап көрсеңіздер болады достар. Енді достар, біз не істейміз? Біз қайтадан Shift A батырмасын басып, қосу бөліміне өтіп, Mesh бағытынан біз өзімізге керекті цилиндр объектісін аламыз. Цилиндр объектісін алдық. Енді достар, біз лампаның мойнына қарай өлшеп аламыз. GZ бағытын басу арқылы. Енді достар, бізде жоғары қарай қарайтын болсаңыздар, бізде Toggle X-Ray бағыты тұрады. Дәл осы батырманы басамыз. Бұл батырма бізге қалай көмектесе алады? Достар, білесіздер, біз цилиндрдің нүктемелерін, кескіндемелерін не болмаса беттерін мен жұмыс жасайтын болсақ, арғы бетін былай айналдырып жүрмеу үшін, бізде арғы бетін полный белгілеп алу үшін бұл X-Ray Toggle бізге көмектеседі. Функциялардың кішігірім түсініктемесі бар. Оны мен Telegram каналыма салып қоятын боламын. Егер достар, Blender бағдарламасындағы дәл осындай кішігірім функциялар сізді қызықтыратын болса, менің Telegram арнама өтіп қойсаңыздар болады. Достар, біз цилиндр объектісін белгілеген кезде тап батырмасын басамыз. Тап батырмасын басқан кезде бізде нүктемелер шығады. Және біз нүктемелерге қарай дәл осы астындағы нүктемені дәл осы мешкіні тарту арқылы белгілеп аламыз. Және біз қайтадан батырмаға өтеміз, I батырмасын басамыз. I батырмасын басқан кезде GZ батырмасын қайтадан басамыз. Қарайтын болсаңыздар, бізде достар дәл осылай лампаның астындағы мойнына әкеліп аламыз. Енді достар, бізде жоғарыда нүктеме, кескіндеме және бетке тұрады. Дәл осы үшінші бетке де белгілейміз. Үшінші бетке бізде қандай көмектеседі достар? Мұнда қарайтын болсақ, астындағы нүктемелер белгілеп алу. Мына жердегі лампаның мойны шығып тұр. Енді біз сол лампаның мойнын шығару үшін I батырмасын қайтадан басамыз және S батырмасын басамыз. Қайтадан S батырмасын басып, мешкінің оң жағын басатын болсақ, бізде дәл осындай өлшем бірліктер шығады. Біз Z бағытын таңдап, дәл осындай көк сызыққа қарай астына қарай тартатын боламыз. Енді достар, қарайтын болсақ, бізде лампаның мойны шыға келді. Енді қайтадан біз өзіміздің бағытымызға өтеміз. Өзіміздің бағытымызға өткен кезде біз астындағы бетке де белгілеп аламыз. Дәл осылай мен сияқты белгілеп алдыңыздар. I батырмасын қайтадан басамыз және GZ батырмасын басамыз. Қарайтын болсақ, бізде текстурада кішігірім өзінің өлшеміне қарай келтіру керек. Мына жерде мен өзім S батырмасын басу арқылы мешкіні ішке қарай жылжытсам, мен өлшеген сызық, мен өлшеген бетке ішке қарай тартылады. Егер мен мешкіні сыртқа қарай жылжытатын болсам, мен белгілеген бетке сыртқа қарай тартылады. Енді мен ішке қарай тартамын. Сол үшін маған тек қана дәл осы жердегі өлшемді келтіріп алу керек достар. Енді қарайтын болсақ, бізде қайтадан I батырмасын басамыз, GZ батырмасын басамыз. Дәл осы бағыт арқылы біз дәл осылай тартып аламыз достар. Көріп тұрғандарыңыздай біздегі пішін келе жатыр. E батырмасын қайтадан басамыз, қайтадан GZ батырмасын басып, төмен қарай тартып түсіретін боламыз. Қайтадан S батырмасын басамыз, жанына қарай тартамыз. Қайтадан I батырмасын басамыз, GZ батырмасын басамыз. Дәл осылай кете береміз достар. Біз лампаның астын дәл осы пішінге келтіріп алдық. Енді бізде жоғарыға қарайтын болсаңыздай дәл осындай бетке тұрады. Дәл осы жалғыз бетке де белгілеп аламыз. Қайтадан өзіміздің бағытымызға өтеміз. Енді біз не істейміз достар? I батырмасын басамыз және GZ бағытын басу жоғары қарай көтереміз. Дәл осы өлшемге келтіріп аламыз достар. Енді біз мұндағы жоғарыдағы бетке де емес, екі жағындағы бетке де белгілеп алу керек. Қайтадан Toggle X-Ray бағытын өшіреміз. Енді бізге жай ғана дәл осы беткейлерді белгілеп алу керек. Shift Alt батырмасын басу арқылы мешкінің сол жағын бассаңыздар, бүкіл жерін белгілеп алдық. Енді достар, біз не істейміз? I батырмасын басамыз, қайтадан S батырмасын басып, дәл
осылай сыртқа қарай шығарып аламыз. S және мишканың ортасын басып тұрып, дәл осы көксіз қалып дәлелдесек болады. Ол кезде біз S батырмасын жібере саламыз. Жай ғана мишканы дәл осы жылжытсақ болды. Енді мен жоғарыдағы дәл осы бүтін беткейді белгілеп аламын. Қайтадан X бағытынаға өтеміз. E батырмасын басамыз және GZ батырмасын басамыз. Дәл осында S батырмасын басамыз және қайтадан E батырмасын басамыз және GZ батырмасын басамыз. Қайтадан дәл осы пішінге келтіріп аламыз достар. Достар, көргендеріңіздей біз лампаның пішініне келтіріп алдық. Енді бізге суреттің қажеті жоқ, текстураны біз өшіріп тастай саламыз. Енді біз лампаға модификатор қосу керек болады. Оң жаққа қарайтын болсақ, бізде модификатор modifiers деген бөлім тұрады, соны басамыз. Және add modifiers батырмасын басамыз және generate бағытына қарайтын болсақ, бізде астында subdivision surface батырмасы тұрады. Дәл осы батырманы басқан кезде бізде бағыттар ашылады, өзінің деңгейлер тұрады, өзіміздің мына жердегі текстік деңгейлер тұрады және рендер тұрады. Рендер бұл жерде бұл пішіндерді реттеуші және текстеуші болып есептеледі. Бізге рендер емес, бізде level viewports деген бағытқа қарайтын болсақ, осыны 2 санына көбейтіп аламыз. Енді достар, біз қайтадан тап батырмасын басамыз. Мұнда қарайтын болсақ, достар, лампаның үстінде бізде нақты басымы толыққанды қамтылмаған. Енді біз Ctrl-R батырмасын басу арқылы дәл осы жерге төбе қарай шығарып қоятын боламыз. Дәл осында қайтадан сызықтың ортасына әкеліп аламыз, Ctrl-R батырмасын басып, астына қарай түсіретін боламыз. Міне достар, біз лампаның моделін жасап алдық. Енді біз мишканың оң жағын басып, Shade Smooth деген батырманы басамыз. Міне біздегі лампаның пішіні моделі дайын. Енді достар, біз не істейміз? Бұл лампаға ноттар арқылы текстураны жасайтын боламыз. Былай айтқанда біз дәл осы шамды жарықтандыратын боламыз достар. Мен дәл осында бағытқа қойып аламын. Енді мен шейдинг бөліміне өтемін. Шейдинг бөліміне өткен кезде бізде астында дәл осында пернетақта қарсы алады және пернетақтада new батырмасы тұрады. Және біз new батырмасын басқан кезде бізде мұна жерде атын жазып алсақ болады. Lamp metallic деп жазып аламын достар. Бұл достар металдың түсі болып есептеледі достар. Мен қойып жатқан түс 0.5 деп жазамын. Roughnessке біз 0.3 деп жазатын боламын. Бізде principal'де енді base color'ды сұр түске қою керек болады. Мына жерде жанына қарайтын болсақ, бізде әртүрлі түстер тұрады. Мен ортадағы сұр түске қойып аламын. Дәл осы металлик түсіне. Енді достар, біз лампаның астындағы шыныны жасау керек болады. Оған бөлек нот қосу керек болады. Бөлек нот жасауымыз керек болады. Ол үшін қайтамыз. Біз қайтадан оң жаққа қарайтын болсақ, бізде астында материал деген бөлім тұрады. Дәл осы материал бөліміне өтеміз. Және материал бөліміне қарайтын болсақ, мына жақта плюс батырмасы тұрады. Add material slot деп тұрады. Бізде тағы екінші материалды қосу мүмкіндігі бар. Енді қайтадан біз new батырмасын басамыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай бізде мұнда металлик тұр. Енді біз слот 2-де тұрғаннан кейін бұл екінші материал есептеледі. Сондықтан біз тап батырмасын басамыз. Енді достар, біз жоғарыда тұрған Toggle X-ray батырмасын басамыз. Жоғарғыда қарайтын болсаңыздар, бізде кескіндемеде тұр. Бізге кескіндеме емес, беткей керек. Дәл осы беткейде белгілеп алып, астындағы бүкіл сызықтарды дәл осылай белгілеп аламыз. Мына жерде жартылай белгіленбей қалды ма? Мысалы, мен көрсеткенде Shift Alt батырмасын басып тұрып, мысалы мынаны өшіріп тастасам, мешет етіп жатыр. Дәл осылай бассаңыздар, полный белгілеп алады достар. Міне. Көріп тұрғандарыңыздай біздегі белгіленген бетке дайын тұр. Енді біз жай ғана async батырмасын басамыз, өзіміздің материалымызды қойып аламыз. Енді біз principal нодты өшіріп тастаймыз. Орнына қайтадан басқа Emshin нодын қосатын боламыз. Emshin деп жазсақ, бізде шығады. Міне shader Emshin. Енді біз Emshin бағытын алып барып surface бағытына жалғаймыз жай ғана. Енді stretchке біз 10 батырмасын басамыз. Color деген өздеріңіз таңдасаңыз болады. Мен дәл осы сары түске қоямын. Достар, сіздерде бастапқыда дәл осылай шығуы мүмкін. Кішігірім жарықтар қосылмайды. Ол үшін не істейміз? Онша қайтадан қараймыз, рендер бағытына өтеміз. Сіздерде дәл осы жерде ambient, optionals, bloom, screen space, motion blur деген жақта сіздерде галочка қойып шығуларыңыз керек. Енді достар, мұнда қарайтын болсақ, біздегі лампаның түсін кішігірім сарғыш ақ қылып қоямын. Көргендеріңізде енді мен қайтадан астына кішігірім студия жасап жіберемін. Shift A батырмасын басу арқылы A және жарықтандыру light деген батырманы басамын және array деген батырманы басып, дәл осыны GZ бағытына алып барып, жоғары қарай көтеріп аламыз. Егер GZ деген нәрсені түсінбей жатсаңыздар, жылжыту бағытын түсінбей жатсаңыздар, ең қарапайым мысал жаңа бастаушылар үшін сол жаққа қарайтын болсақ, бізде select box, cursor, move және rotate деген бағыттар тұрады. Move деген бағыт тұрады. Дәл осы move батырмасын бассаңыздар, сіздерде жай ғана стрелка тұрады. Дәл осы стрелканы қай бағытқа алып барасыз, дәл сол бағытқа қарай жарық не болмаса объекті жылжиды. Бұл новичоктар үшін. Егер блендерді базовый білетін адам болса, ол түсінеді және ол біледі. Енді достар, біз жарыққа кішігірім күш беретін боламыз. Қайтадан жарықты белгілеп аламыз және сол жаққа қарап date батырмасын басамыз. Және бізде power деп тұрады. Осы жерде powerді бізде 10W деп тұр. Бізге 10W емес, 1000 саны керек. Сол үшін біз
1000 деп жазатын боламыз. Енді біз қайтадан рендер бағытына өтеміз. Бүгінгі видеода дәл осы лампаны жасау еді достар. Көріп тұрғандарыңыздай біздегі лампа ойдағыдай шықты деген ойдамын. Осы блендерде болып жатқан ситуацияларды сұрақтар болатын болса, маған қойсаңыздар болады достар. Мен өзім сіздерге жауап беретін боламын. Бүгінгі видео ұнаса лайк басып қолдау білдіріп кетсеңіздер, сіздермен болған Xenodales.